Сәлем, менің есімім Қарлығаш, мен бастауыш сынып пән мұғалімімін. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз өсімдіктің бөліктері. Өсімдіктің бөліктері бізде тұқымнан, тамырдан, сабақтан, жапырақтан, гүлден және жемістен тұрады. Ендеше тұқымға келейік. Тұқым бізде жаңа өсімдікті өсіруші. Жалпы тұқымның түрлері бір тұқымды, көп тұқымды. Мысалға келтіретін болсақ, бір тұқымдыға бізге бидайды жатқызуға болады, ал көп тұқымдыға бізде қауынды, қиярды, осы жемістерді жатқызуға болады. Осы көкөністерді жатқызуға болады. Бізде білеміз, мысалға горохты алайық. Горохты біз суға салсақ, бір күннен кейін не пайда болады? Тамыр пайда болады. Міне біз тұқымның маңыздылығын түсіне бастадық. Тұқым бізде тамыр бастаушы, өсімдіктің ең негізгі бөліктері ол бізде тұқым. Тұқымнан бізде не пайда болады дедік? Тамыр. Енді тамырға келейік. Тамыр ол топырақтан су, қорек алатын, минералды заттар алатын негізгі бөлік десек те болады. Өсімдіктерді бекітеді. Бұны қалай түсінуге болады? Егер де тамыр болмаса, мысалға көз алдымызға келейік. Ағаштан кейін бізде айттық, тамырдан кейін сабақ болады. Сабақ құр өзі тұратын болса, құлап қалмай ма? Сол себепті бізде тамыр керек. Тамыр ол бізде негізгі тамыр, жанама тамыр, тамырдың ұшы болып бөлінеді. Негізгі тамыр ол бізде негізгі сабақ түзуші, негізгі тұқымнан шығатын негізгі тамыр. Ол негізгі тамырдан бізде тамырдың ұшы пайда болады. Сол негізгі тамырдан бізде жанама тамырлар пайда болады. Тамыр ол бізге топырақта минералды заттарды алу арқылы, өсімдіктің сабағы арқылы жеміске, жапыраққа қоректік заттарды жіберу керек. Ал енді біз қоректік заттарды тасымалдау үшін бізге не керек? Сабақ керек. Бізде тамырдың осы негізгі тамырдан кейін бізде сабақ пайда болады. Жалпы сабақтың түрлеріне келетін болсақ, бізде тік сабақ, жатаған сабақ, шырмалған сабақ. Шырмалған сабақ үш топқа бөлінеді. Бізде тік сабақтарға, мысалға, теректі алсақ болады. Тік сабақ деп біз розаны алсақ болады. Ал жатаған сабақ деп бізде нені аламыз? Қауынның, қарбыздың, қиярдың, осы өсімдіктердің барлығының сабақтар ол бізде жатаған сабақтар. Ол жерге жатып өсе береді, ол тік тұрмайды. Ал шырмалған деген аты айтып тұрғандай, ол шырмалып өседі. Мысалы, шырмақ гүл, тағы да бізде өзіміз жақсы көретін жүзім. Жүзім де бізде шырмалған сабақ түрлерінен жатады. Білесіздер ме? Жүзім жоғарыға қарай өссек те, немесе бір ағашқа байлап қойсақ та, ол шырмалып өсе береді. Сабақ иілгіштік қасиетімен бұл шырмалған сабақ осы жағынан ерекшеленеді. Бізде сабақтың қасиеті ол бізде су және қоректік заттарды тасымалдайды. Біз айттық жаңа, тамыр арқылы топырақтардан біз қоректік заттарды алдық. Қоректік заттардан бізде сабаққа жеткіздік. Сабақтан ары қарай біз неге жеткізуіміз керек? Гүлге, жапыраққа жеткізуіміз керек. Осы кезде бізге жапырақ ұғымын білу керек. Жалпы жапырақ бізде не үшін қажет? Жапырақ бізде фотосинтез алмасуын. Және де бізде білеміз, өсімдіктер көмірқышқылын газын жұтып, оттегін бөледі. Осы қасиеттер үшін бізге жапырақ керек болады. Жалпы жапырақтың түрлері жай жапырақ, күрделі жапырақ. Бізде жай жапырақтарға бізге алма, терек, осылар жай жапырақ болса, ал бізде күрделі жапырақтарға құлпынай, тағы да бізде күрделі жапырақтарға жүзімнің жапырақтарын күрделі жапырақтар деуге болады. Жапырақтың түрлері бізде жай жапырақ, күрделі жапырақ. Жай жапыраққа біз теректің жапырағын жатқызсақ, күрделі жапыраққа біз құлпынайдың жапырағын жатқызуға болады. Біз білдік, біз жапырақтардан, тамырдан
тамырдан біз минералды заттар алдық. Жапырақтан біз фотосинтез, күн энергиясын алдық. Енді осының барлығы бізге не үшін қажет? Әрине бізге гүл түзу үшін, жеміс беру үшін қажет. Ендеше біз жеміс беру үшін бізге ең бірінші гүлдің не екенін, оның қасиеттерін білуіміз керек. Ендеше гүлге оралайық. Жалпы бізде гүл тұқым және жеміс түзетін өсімдіктің сәні. Бір қызық дерек айтайын ба? Бізде өсімдіктер өте әдемі болады. Оның әдемі болу себебі де бар. Осы әдемі гүлге аралар, шіркейлер қону арқылы гүл өзінің өзінің пайдасына асырады деуге де болады. Себебі бұл жерде аталық пен аналық, жаңа тостағанша бізде мына жерде мысал келтірейікші. Мысалы мына жерде гүл, мына жерде күлтелер, мына шетінде күлтелер, мана тостағанша. Бізде тостағанның ішінде аталық және аналық болады. Жаңағы біз айтып өткендей, гүлдің әдемілігі арқылы аралар қонады. Қону арқылы олардың табандарына, мысалы аталық ұрық жабысса, ол аналық ұрыққа барады. Сол арқылы бізде будандасып жеміс пайда болады. Міне, біз енді өсімдіктің нағыз ең негізгі миссиясына келдік, ол бізде жеміс беру. Келесі бізде жеміс. Жеміс, ол бізде тұқымды қорғайды, адам мен жануарға қорек. Біз білеміз, алманы қарайық. Алманың сырты жеміс, сырты тәтті болғанмен, оның тұқымы түбінде болады. Өрікті алайық, шиені алайық, жаңғақты алайық, барлығының тұқымы ол ортасында болады. Жеміс бір жағына қорғаныштық қасиеті де атқарады. Жеміс ол адамдарға, жануарларға қорек дедік. Барлығымыз білеміз, өсімдіктер, жануарлар барлығы бір-бірімен тығыз байланыста екенін, және де бір-біріне қорек, және де бір-біріне қорған болады. Сол үшін де бізге жеміс керек, өсімдік те керек. Жарайды бізде гүлдемейтін өсімдік болсын, гүлдейтін өсімдік болсын, ол қорек болып саналады. Келесі бізде жемістің түрлері. Жемістің түрлері бізде шырынды жеміс және құрғақ жеміс болып бөлінеді. Шырынды жемістерге біз қауын, қарбыз, шырынды жеміс, мына жерге көкөніс те қосуға болады, себебі бізде қияр да шырын бермей ме? Қауын да шырын береді, шие, өрік, алма, анар, ананас, барлығы жеміс береді. Ал енді құрғақ жемістерге нелер жатады? Құрғақ жемістерге, көкөністерге, өсімдіктерге бізде жатады жержаңғақ, арпа, бидай, міне осылардың бәрі құрғақ жемістерге жатады. Сонымен балалар, біз білдік, өсімдіктердің бөліктерін білдік. Өсімдіктің бөліктері қайталап өтеміз. Тұқымнан бізде не пайда болады? Топыраққа енгеннен кейін тамырда не пайда болады? Сабақта не пайда болады? Жапырақтар пайда болады. Жапырақтарда не пайда болады? Гүл пайда болады. Гүлде не пайда болады? Жеміс пайда болады. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ қызықты өтті деген ойдамын. Және де осы сабақтан кейін өсімдіктің бөліктерін шатастырмайсың деген ойдамын.